Армысыздар, құрметті көрермен. Нео саумалдың тұтынушылары Қазақстанның барлық өңірінен табылады десем, біріңіз сенерсіз, біріңіз жоқ. Бірақ мен шын айтып тұрмын. Былай кетсек, Жаңақорғанға, ал былай қарай жүретін болсақ, онда Түркістанға кетеміз. Ал мен қазір Қыраш ауылында тұратын біздің тұтынушыларға барамын. Арна ауыспасын, кеттік. Экран алдына жайғасқан болсаңыздар, біз саулықтың сыры бағдарламасын бастаймыз. Қыраш ауылындамыз. Нұрлыбек Мәліков атамыздың үйінде. Атамыздың жасы бар жоғы 81-де. 111-ге, 131-ге, 141-ге келіңіз. 81-ге келдік қой. Әдемі кепсіз ғой? 81-ге жасы ғой. 81 жасқа ұқсамайсыз, мүлдем. Ары кетсе 80 деп айтар едім. Қайда? Жас көрінеді екенсіз. Жұмыс істеймін. Мынау жасыңызда жұмыс жасайсыз ба? Иә. Не жұмыс істейсіз? Қорат оқимын. Бәрекелді. Енді қорат оқу үшін таңертең нешеде тұру керек? Алдында сағат балдарды оқуға жіберемін. Келіні школға кетеді. Бала школға кетеді. Немерелер? Немерелер детсадқа кетеді. Сосын жалғыз өзім қорат оқимын. Жетпеген жерге ағаш кесемін. Таңертең сол жетілерде тұрамын. Нешеде ұйықтайсыз? Шай ішемін де жатамын, болды. Қай уақытта ұйықтайтын білмей ұйықтап қаламын ғой. Сіз мүлдем сағатқа қарамайтын адам сияқтысыз ғой? Сағат ұстамаймын. Сіз уақытқа емес, уақыт сізге бағынатын сияқты ғой? Бәрекелді. Ол да жақсы шығар. Мынау біздің Нео саумалды ішіп жүрген біздің тұтынушымызсыз. Жақсы саумалдарың шамалы адамның кеуілін көтереді. Сосын асқазанында ауыратын бұрын әп жерлері төстің асты. Ол қойды. Тағы қай жерлеріңіз ауыратын еді? Өт ауыратын. Өтті жазылып кетті ма? Ауырмайды әзір. Бірақ саумалды үзбей ішіп жатырмын ғой. Асқазан, өт дедіңіз. Давление. Қан қысымыңыз көтерілетін бе, түсіп кететін бе еді? Давлениеден бас ауырады, ептеп. Қазір ода азайды. Қанша уақыт болды ішіп жатқаныңызға қазір Нео саумалды? 3 ай болды. Қанша капсуладан ішіп жатсыз? Азанда 1 капсула, түсте біреу, кешке біреу. Не үшін Нео саумалды таңдадыңыз? Біреулер саумал жақсы деді. Давлениені қайтарады деді. Қайтарса давлениені жақсы ғой. Алып ішіп көрейін деп іштім. Өзіңіздің зейнетақыңызға алдыңыз ба, әлде үйдегілерден біреу алып берді ма? Зейнетақым, менің пенсиям бар ғой, 100-ден асады. Өзіңіз тапсырыс бердіңіз? Балам берді ғой тапсырыс. Немерем бар. Немереңіз тапсырыс берді? Сол тапсырыс берді, сол. Қандай өзгерістер болды? Өзгеріс болғанда ол бірінші ішкен кезде жәлдегілерді шамал басты. Өтті, асқазанды ішім қата бастады. Соны ол қайттан орнына келді. Қазір тамақ жеуіңіз, тәбетіңіз қалай? Тәбет қазір жақсы. Баяғыдай жеп жүрсіз бе, әлде қазір баяғымен салыстырғанда жақсы ма? Ойбай, баяғыда ондай жес жоқ қой. 80-ден асқаннан кейін жеу деген азаяды екен ғой. Ол көбеймейді ол. Істегі қарын тартылады. Кәдімгі сыптай бола бастайсың десеңізші, 18 жастағы жігіт сияқты. 81-18. Мұнда жазыпты да, сіздің тәбетіңіз болмаған екен, қазір тамақты жақсы жейді дейді бұрынғымен салыстырғанда. Ол жақсы. Енді буын аурулары, енді егде жасқа келген адамдардың көбінің буындары ауырады. Буындары мазалайды, тізесі қақсайды, жүрегі кішкене сәл бәсеңдеп, жүрегі қиналып қалады дейді. Енді өзім көріп жатырмын ғой. Сізде қалай буындарыңыз, жақсы ма? Буындар жақсы, ауырмайды, 1-2 шаншиды да қояды. Жүрегім жүреді, кәдімгі өздері ұқсап жүре береді. Өзіңіз қай саланың маманысыз? Кім болып жұмыс жасадыңыз бұрын? Мен тракторист болдым, одан кейін электрик болдым, одан кейін извозчик болдым, бригадир болдым. Істемеген жұмысым жоқ, әрқайсысы. Жақсы, құрметті көрермен, біздің тұтынушымыз мына Нұрлыбек атамыз 81 жаста. Біздің Нео саумалды ішіп, қазіргі таңда жағдайым жақсы деп бөлісіп отыр. Өзінің жағдайымен. Ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол іздеңіздер, тапсырыс берем десеңіздер, онда Қазақстанның кез келген жеріне біз тегін жеткізіп береміз. Зейнеткерлерге, көпбалалы отбасыларға, және де мүгедек топтағы адамдарға да бізден жеңілдіктер бар. Қоңырау шалыңыздар, барлық мағлұматты біздің орталықтың мамандары сіздерге толық айтып түсіндіріп жеткізіп береді.
Шыңғыс, енді мынау әкеңіздің жағдайы қазір жақсарғанын өзінен естік. Өзіңіз айтып беріңізші. Айтып бергенде жалпы дәбленесі бар ғой. Жүрек құлақшасын біреу дұрыс жұмыс жасамай қалған. Кейінгі кездері шамалы желкем тартады, басым ауырады деп жата беретін шығарды. Сосын майлы тамақ жемей бірыңғай ағарған ішіп жүрді. Ол ағарғаннан да кейіннен шықты ма, ішім өтіп жүр, қатып қалды деп жүр. Сонымен немересіне сау малды неден көріп, телевизордан. Сіздің жүргізіп жатқаныңызды көріп телефон жазып алып, немересі арқылы заказ берді ғой. Сосын заказ беріп, алдырып, пенсиясынан ақшасын төлеп, қазір құдайға шүкір соны ішкелі тамақ ішіп, майлы тамақ ішпей қалған. Қазір майлы тамақ жеп, жақсы болып қалды құдайға шүкір. Бұрынғыдай емес, далаға шығып жұмыс істеп. Бұрыннан жатып қалған жоқ, бірақ сонда да басым ауырады деп жата беретін. Оның бәрі қойды. Аллаға шүкір. Сіз өзіңізде байқадыңыз ба бойындағы өзгерістерді жақшақа? Айтып тұрмын ғой, тамақ ішпей қойған, майлы тамақ осы болмайды, жүрегім жаңағы асқазаным қыжылдайды деп жүрген. Қазір бізбен бірге тамақ ішіп жүр, содан ақ белгілі болып тұр ғой, сау малдың пайдасын барлығын. Басында сенбегенбіз бізде. Осы тамақ ішкелі көзім жетті ақиқат. Енді қазір көзіңіз жетіп отыр. Не айтар едіңіз? Сау мал алып ішіңіздер. Звондап бірінші совет сұрап алыңыздар. Пайдасы бар екен. 81-дегі әкеме пайдасы тиіп жатыр, құдайға шүкір. Қазір жақсы пайдасы болғасын ішіп жатыр ғой, пайдасы болмаса ішпейді ғой. Құдайға шүкір дейміз. Көзіңіз жетті ең бастысы. Жетті. Нео сау малдың расында жай жарнама емес. Енді біз қаншама километрді қалдырып осы келіп отырмыз, пайдасы тиіп жатқанын біз халыққа көрсетіп жеткізсек деген мақсат. Рахмет сіздерге келіп, елеп ескеріп, денсаулығын сұрап отқандарыңызға көп-көп рахмет. Алға жүре берсін істеріңіз. Дені сау ұлт мәңгі жасайды. Аман болайық, сау болайық. Ал ата, қазір асқазаныңыз жақсы, Асқазаным жақсы. тамақты опырып жатсыз. Жеймін тамақ. Өзіңіз енді бала күніңізде сау мал ішкен шығарсыз? Біздің уағымызда сау мал ішетін уақыт болған жоқ. Азаннан кешке шейін жұмыс болады. Шөпке қуат, трактормен шөпке барасың. Светте істесең, светке қуат. Тамалды қайықты ішесің. Нұрлыбек ата, мына біздің орталықтың мамандары қоңырау шалып, жағдайды сұрап, қадағалап тұрады ма сізді? Орталықтың мамандары, ана қыз сұрайды екен. Кіммен сөйлеседі ол қыз? Сізбен ба? Баламмен, мен телефон білмеймін. Телефонды ол бала кезімнен ұстап көрген емес. Менің немерем бар. Диас, шақыр. Немереңізбен сөйлеседі. Ана тұр ғой. Сол сөйлесетін де, ол сау мал тапқанда сол телефонмен. Немере баладан тәтті деген осы ғой. Немере үшін ата керек, апа керек. Атасы бар, енді бір жаста бар, апа болса, соған енді әрекет жасаңдар енді сендер. Ал енді мен енді бір жаман жерім, үйде жатамаймын. Қақта жатасыз? Кімнің үйіне барып жатып жүрсіз? Азанда үйде жатып ұйықтап тұрам ба, мыналардың бәрі кетеді, сосын жүдә болмаса бірнәрсе істеуім керек. Онсыз тұра алмаймын. Бірдеңке істеу керек. Түртінекте отыруым керек бірнәрсе. Бір түртініп қалған адам екенсіз өзіңіз, ә? Әйтеуір бірдеме түртіп бірдеме істеп отыру керек. Атамның әлі шашы бар. Қарайып тұрған қасы бар. Атамын сізге 2 сау мал және де 1 ешкінің сүті. Деніңіз сау болсын. Қарты бар үйдің қазынасы бар дейді. Қарияларымыз азаймасын, әр үйде осындай қазына болсын. Атадан мал қалғанша бата қалсын дейді. Өзіңізден бір бата сұрайық. Құдайым болсын, бақ қыдырларсын, дастарханның берекесін берсін, үйлеріңнің берекесін берсін. Дендерің сау болып, аман есен өстіп, ауылдан ауылға аралап, жұрттың алғысын алып жүре беріңдер, аумайын. Әумин. Осы жұрттың алғысын, жұрттың батасын алып, әлі айлық алмай жүрміз. Десек те, қарын тоқ, батасын береді. Одан басқа не керек? Дұрыс. Әрине ақша керек. Былай Менде жетіскеннен жүр дейсіз ба? Жүргенде жақсы ғой. Тамақтарыңды әкеліңдер. Оймен қоштаспаппыз ғой? Дайындап сендерді азанда күткенбіз. Ал құрметті көрермен, біздің Нео сау малға тапсырыс беріп, денсаулықтарыңызды түзейін десеңіздер, мархабат төменде көрсетілген нөмірге қоңырау шалсаңыздар жетерлі. Қазақтай асқақ ел барда, Нео сау малдан асқан ем бар ма? Аман сау болыңыздар.